Жексенбі 30 тамыз мемлекеттік мереке, ата заң күні. 1995 жылы бүкіл халықтық референдумда қабылданған маңызды құжат елдің бір тұтастығына, бірнеше ұлт пен ұлыстың тату, бейбіт өмір сүруіне елеулі үлес қосып келеді. Мереке қарсаңында біздің тілшілер ата заңның негізін қалаушылармен тілдесіп, тарихи деректерден құлағдар болды. Дүние жүзінде 200-ден астам тәуелсіз мемлекет болса, сол қатардан Қазақстан да ойып тұрып орын алады. Ата заңның негізін қалаушылардың бірі Сұлтан Сартаев аталы сөзге құлақ асқан қазақ үшін конституцияны ата заң деп атаудың өзінде үлкен мән жатыр дейді. Айтуынша, халқымыз қазір 5-ші конституция аясында өмір сүруде. Бүгінгісі ең озығы. Конечно, в процессе... Әрине, конституцияны құрастырған кезде пікірталас көп болды. Мен сонда президенттік басқару жүйесі дұрыс болады дедім. Міне қазір бүкіл халқымыздың сенімі ақталып жатыр. Бүкіл елді бағындыратын ата заң әр кезеңге сай өзгертіліп отырды. 1995 жылы елдіктің басты құжатын талқылауға 3 миллион адам қатысып, 55 бапқа 100-ден толықтырулар енгізіліпті. Бұл елдің президенттік басқару жүйесіне толық ауысқан шағытын. Ал 2007 жылы ата заң тағы өзгеріп, ел пропорционалдық сайлау жүйесіне көшті. Қазақстан халқы ассамблеясы өз өкілдерін парламентке депутат етіп сайлауға мүмкіндік алды. Конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов 20 жыл ішінде 180 шағым болғанын айтады. Копчегайского городского суда. Бірде Қапшағай қалалық сотының өтінішін қарастырдық. Олар түрмеде шу шығарып, өздерін жарақаттап, пышақпен тілген сотталушыларға қылмыстық жаза тартудың заң нормасына сай еместігін айтты. Кеңес қарастырып, бұл баптың ата заңға сай еместігі туралы шешім шығарды. 70 адам қылмыстық жазадан босатылды. 30 тамызда ата заң күні тойланады. Тәуке ханның 7 жарғысы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы демекші, бүкіл ұрпақ жалғастығы жатқан ата заңға құрмет зор. 20 жылдық мерейтой қарсаңында ұлттық академиялық кітапхана арнайы конституция залын ашты. Бұл экспозиция 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кәдуілгі құқық, қазақтардың кәдуілгі құқығы, екінші бөлім Қазақстан Республикасы Конституциясының тарихы, үшінші бөлім 1995 жылы конституция, және төртінші бөлім шетел конституцияларының тарихы. Осы күндері ұлттық мұрағаттағылар да 1995 жылғы референдумнан сыр шертер бар құжатты көрмеге қойған. Тіпті кеңес одағы ыдырап, енді тәуелсіздік алған Қазақстанның 1993 жылғы алғашқы конституциясы да бар мұнда. Ахмет Байтұрсын, Міржақ Дулатовтар сол армандаған арманын, кешегі Абайдың арманын бүгін көріп отырмыз. Әлі қазақ халқы барда бұл заңымыз жасай береді. Қазақтың келешегі мол деп ойлаймын. Азат елдің ар намысы ата заң. Елдегі еркіндік, бейбітшілікте соның арқасы. Мұны әр қазақстандық жете түсінді. Индира Жылқайдарова, Айжан Отызбаев, Хабар.